Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге колледж оқытушыларына арналған ақпараттық платформаның мен қалай қолдану керектігі жайлы қысқаша видео нұсқаулықты назарларыңызға ұсынып отырмын. Біздің цифрлық өнім бірнеше бөлімдерден тұрады. Біріншісі платформа жайлы. Ол жерде бұл платформа кімге арналады, және бұл жерден сіздер қандай ақпарат ала аласыздар, сол жайлы қысқаша жазылған. Одан кейін, егерде платформаға пікіріңіз болса, астында өздеріңіздің арнайы электрондық почтаға өтіп, оған хабарламаларыңыз жазуға болады. Келесі құжаттар бөлімі. Құжаттар бөлімінде аттестацияға арналған құжаттар жиналған. Көбіне бұл жерде мысалға 2025-2026 жылғы зерттеуді жариялауға арналған баспалар тізімі. Ол баспаларды көріп, өзіңізге қажеттісін таңдауыңызға болады. Келесі жалпы білім беретін мектептерде деп жазылған, бірақ бұның ішінде колледжде бар. Барлығымызға әйгілі 514 бұйрық. Аттестацияға жарамды конкурстардың тізімі. Бұл қазақшасы. Келесі сабақты бақылау парағы. Бұл үлгісі. Бұл шаблонды өздеріңізге де жүктеп алуларыңызға болады. Бұл жерде орысша нұсқасы болса, қазір астында қазақша нұсқасы да бар. Сабағыңыздың, біз білесіздер, 5 бақылау парағы болу керек аттестациядан өтетін мұғалімде. Келесі педагог портфолиосын бағалау парағы. Бұл жерде әр санат бойынша қанша болу керек, қайсында не болу керек, соның барлығы көрсетілген. Бұл жаңағы 514 бұйрықтың орысша нұсқасы. Келесі жаңағы айтылған бағалау парағының қазақша нұсқасы. Оны өздеріңізге жүктеп алуларыңызға болады. Келесі педагог портфолиосын бағалаудың критерий кестесі. Қай санатта қандай шарттар бар, соны көруіңізге болады. Келесі тәрбие жұмысы бөлімі. Бұл жерде адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы, колледждерге арналған 1 жылдық. Енді осыған қарап отырып, өздеріңіздің топтарыңыз қай курста, соған байланысты өздеріңізге шарттар жасап алуға болады. Одан кейін мына жерде педагог, біз барлығымыз психолог ретінде де қандай әрекет алгоритмдері бар, қандай заңнамалар бар, осы туралы слайдтар бар. Өмірлік қиын жағдайға студенттер түссе, біз оны қалай анықтаймыз, оның мақсаттары мен міндеті жинақталған презентация. Одан кейін мектеп оқушылары деп тұр. Енді ол біздің 1-2 курстың балаларына да жарай береді. Одан кейін бұл жерде жаңағы психологиялық тесттер, әртүрлі сауалнамалар, астында оның шешімі қалай болады, сіз өзіңізге не анықтай аласыз, соны көруге болады. Одан кейін біртұтас тәрбие бағдарламасының жалпы құжаты. Бұл орысша нұсқасы. Қандай бөліктерден тұрады, ішіндегі барлық сызбасымен, диаграммасымен барлығы толық берілген. Келесі бөлім пайдалы сілтемелері. Бұл өте үлкен блок деп айтсам болады. Әр блокта өзі қысқаша аннотациясымен, сілтемесімен сіздерге ыңғайлы болу үшін интернеттен іздеп отырудың қажеті жоқ. Осы жерден керек ақпараттың барлығын алуға болады. Аттестацияға қажет бізде ұстаз KZ платформасы, одан кейін еңбек KZ білесіздер, бұл жерде тегін студенттерге сертификат алу мүмкіндіктері бар. Қандай да бір курстарды аяқтап, тегін курстар бар. Және де бұл жерде оқытушыларға да өздерінің курстарын оқып, өшірге бекітіп, қосымша табыс көзі де болады. Сонда ол сіздердің авторлық бағдарламаларыңызда бола алады. Мысалға, авторларға арналған сертификат, жаңа оқу тегін деген сияқты. Келесі Хан академиясы. Бұл жерде біз жалпы білім беретін пәндер, арнайы білім беретін пәндерге де жинақталған. Мына сайт арқылы автомобиль көлігінде қызмет көрсету мамандықтарына таптырмас бір мүмкіндік. 3D жобаларды көрсетуге болады студенттерге. Өзіміздің WorldSkills
сайтымыз, барлығымыз білетін сілтеме. Ғылым және жоғары білім министрлігіне де сілтеме жасап қойдық. Тағы сол сияқты көптеген мұғалімнің күнделікті, колледж оқытушысының күнделікті жұмысына пайдаланатын сілтемелер. Енді біз мына жерде пайдалы видеолар дедік. Бұны өзіміз түсіріп, сіздерге барынша түсінікті болатындай с Академией Хан. У меня такая платформа, помощник как для ученика, так и для учителя. Заходим. Сначала регистрируемся через Google. Сіздерге түсінікті болатындай қылып видео жасап, оны қадам-қадаммен түсіндіріп, мұғалімнің, оқытушының күнделікті сабағына қажет деген платформалардың барлығын түсіріп видео жасап қойдық. Бұл видеолар әрине бұл жерде қолдану ешқандай қиындық тудырмайды деп ойлаймын сіздерге. Текстен шыққанмен басып, қажетті дауыс жоғарылығын қойып, өздеріңізге ыңғайлы режимде көре бересіздер. Сіздерге біздің платформа ұнайды деген ойдамын. Рахмет.